Математика сабағы 58 сабақ екі жиынның бірігуі және қиылысуы. Бүгін біз енді екі жиынның бірігуі және қиылысуы деген ұғыммен танысамыз. Бірінші есеп бізді зертте дейді. Бізде Е жиыны және К жиыны берген. Е жиын элементтері көк тіктөртбұрыш, жасыл тіктөртбұрыш, қызыл тіктөртбұрыш, күлгін дөңгелек, сары дөңгелек. Ал К жиынның элементтері күлгін дөңгелек, сары дөңгелек және қою көк шаршы. Енді бізде екі жиынды бірге қосып біріктірген кезде үшінші жиын пайда болды ме? Бұның элементтері көк тіктөртбұрыш, жасыл тіктөртбұрыш, қызыл тіктөртбұрыш, күлгін дөңгелек, сары дөңгелек және шаршы қою көк. Бұл бізде жиындардың бірігуі деп аталады. Бізде екінші есепте жиындардың қиылысуы берілген. Бізде М жиыны және О жиыны. М жиынның элементтері барыс сөзінің дыбыстары. О жиынның элементтері бүркіт сөзінің дыбыстары. Енді бізде әр жиында қанша элемент бар дейді? Бізде М жиында 5 элемент бар, ал О жиында 6 элемент бар. Енді екі жиынға да ортақ дыбыс бізде Б және Р дыбыстары. Бұлар бізде екі жиынның қиылысуы болады. Біз төртінші есепте екі жиынның қиылысуы берілген. Бұнда Алуа, Қайрат, Зере, Сәбит, Жарас, Балнұр, Тархан, Айнаш деген балалар Баянауылға және Қарқаралыға барған екен. Осының ішінен біз Баянауылға кім барды, Қарқаралыға кім барды және екі ауылға да кім барды, соны тауып дәптерге орындаймыз. Төртінші есепте бізде жиындардың қиылысуы және бірігуіне тасма берген. Бізде А жиыны және В жиыны. А жиын элементі 30, 40, 50. В жиын элементі 16, 40, 57. Бұл жерде бізге жиындардың қиылысуы беріп тұр. Екеуі 40 санында қиылысты демек, 40 саны екеуіне де тең. Ал енді екіншісінде бізде А және В жиынның бірігуі беріп тұр. А жиын элементі 30, 40, 50, В жиын элементі 16, 40, 57. Енді біріккен кезде бұл жиынның элементтері 16, 30, 40, 50, 57 болады. Осындай қылып төртінші есептің Ә бөлімін орындаймыз. Бесінші есепте біз теңдеулерді шешеміз. Алтыншы есепте өрнектер құр және олар мән тап дейді. Бірінші біз 90-нан 48 айтамыз және оған 43 қосамыз. Екінші өрнек 90-нан 48 азайтамыз және оған 34 қосамыз. Келесі 63-тен 48 азайтамыз және оған 23 қосамыз. Келесі 63-тен 48 азайтамыз және оған 34 қосамыз.